атын кімнің құрметіне арнап өзгерткенін білеміз. Алайда басқа қалалардың атауының мағынасын білесіздер ме? Бұл тарих-марихтың арнайы шығарылымы және біз бастаймыз. Қызылорда қаланың атауы бас кезінде Ақмешіт еді. Кейін қаланың атын Перовскқа өзгерткен. Ал 1925 жылдан бастап Қызылорда деп аталай бастады. Неге? Себебі сол кезде Қазақ Автономиялы Республикасының астанасын Орынбордан Қызылордаға ауыстырған еді. Қызылорда деген ол қызылдардың ордасы. Қызылдар деп өзін коммунистер атаған. Шымкент. Археологиялық мәліметтерге сүйенсек, Шымкент қаласының бірнеше мың жылдық тарихы бар. Шымкент сөзінің мағынасына байланысты әртүрлі ойлар бар. Бірақ олардың бәрі бір ойға алып келеді. Шымкент деген жасыл қала. Мысалы үшін шым деген осы, ал кент парсы тілінен аударғанда қала дегенді білдіреді. Яғни Шымкент деген шымға толы мекен, жасыл мекен. Басқа нұсқа бойынша Шымкент деген чимин мен кент сөздерінің қосындысы, парсы тілінен аударғанда гүлденіп тұрған қала. Павлодар 1720 жылы Коряков форпосты құрылып, кейін дамып, үлкейіп, гүлденіп, кейін станица дәрежесін алған еді. Бірақ сол деңгейде тұрып қалмай, ары қарай дами бастап, келесі қадам қала атағын алу еді. Дәл сол кезде Ресей патшасы 2-ші Александрда 6-шы ұлы Павел дүниеге келген. Осы жағдайды қолданып, жергілікті лауазымды адамдар қалаға Павлодар атауын беруін ұсынады. Жағымпаздану ғой. 2-ші Александрға бұл ұсыныс ұнап, қала мәртебесін беріп, атын Павлодарға ауыстырады. Павлодар Павелға сыйлық дегенді білдіреді. Қостанай. Бұл қаланың атауы аңыздарға толы. Бір аңыз бойынша Қостанай жерінде Қос пен Тана атты екі ару қыз болған. Солардың сұлулығына тамсанып, бұл жерді Қостанай деп атап кеткен. Басқа аңыз бойынша бір ер адам өз елінен кетіп, қазіргі Қостанай жерінде тұрақталады. Көшкеннен кейін оның Танай атты қызы қайтыс болған. Уақыт өте келе тағы бір қызы туып, оның атында Танай деп қояды. Бірақ бұл жолы да екінші қызы көз жұмады. Осылайша бір жерде Қостанай бұл өмірден кетеді. Осыған орай сол жерді Қостанай деп атап кетті. Қарағанды. Где, в Караганде деген сөзді талай естіген болғансыздар. Ал Қарағанды атауы нені білдіреді? Бәрі оңай екен. Қарағанды орналасқан жерде қараған атты өсімдіктер көп өседі екен. Сол қарағандардың да құрметіне қаланың атын Қарағанды деп атап кеткен. Ақтау. Мұнда қаланың аты бәрін айтып тұрғандай. Қала Каспий теңізінің жағалауында орналасқан, ал су жақтан қарағанда теңіз жағалауы Ақтау болып көрінеді. Түркістан. Мұнда да аты бәрін айтып тұр. Түркістан деген түркілердің мекені, яғни стан деген мекен. Семей. Семей деген Семипалатинстің қысқартылған түрі, яғни 7 палатка, 7 шатыр. Бірақ қайдан келген 7 шатыр? Мән жағдайы осында. Бұрын қазіргі Семейдің жерінде ғибадатханалар, яғни храмдар орналасқан. Бұны 1616 жылға Ресей патшасы Михаил Федоровичтің документтерінен көре аламыз. Бұл мәліметтерді 18 ғасырда тарихшы Герхард Мюллер тапқан еді. Ал жоңғар шапқыншылығы кезінде бұл ғибадатханалар Будда храмдарының рөлін атқарған. Семипалатинск бекінісі салынып жатқан кезде тек 7 ғибадатхана аман қалған. Уақыт өте келе олар да жойылып кеткен. Осымен шығарылым аяғына да жетіп қалды. Ал егер басқа қалалардың атауының мағынасын білгіңіз келсе, арнаға жазылып, лайк басыңыз. Комментарияларға сіз қай қала